Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Қазір мен сіздерге оқу жұмыс бағдарламасын көшіруді көрсетемін. Ең бастысы Платон жүйесіне кіреміз. Одан кейін енді сіздер бірінші сол жағында рабочая учебная программа деген меню болады. Соның астында руп деген болады. Соған кіресіздер руптарыңызға. Енді мына кісіде мысалға 21 тобында технология приготовления пищи деген пәні бар екен. Үшін ашып тексеріп көрейік. Бірінші беттері барлығы толған, разделдары толған, тема, критерий, оценки толған. 24-тің 24-ті толған. Енді бұл жерде тура осындай пән қайталанса, сіздер онда осы рупты көшіріп аласыздар. Егер яғни 24 сағат болса, бұл жерде осы жердегі бүткіл тақырыптың барлығы сол жерде қайталанса, онда осы рупты онда толыққанды көшіру керек. Мына установлено в учебном плане 24 деп көрсетіліп тұр ғой. Осының барлығы толыққанды толса, сол кезде осыны сіздер басқа топтарға көшіре аласыздар. Сол үшін енді ең бірінші мына пән ғана көрініп тұр. Тура осындай көшіретін жерге біз басқа пәнді қосуымыз керек. Бірақ оны көшірместен бұрын осы дайын тұрған руптың алдына біз мысалға бұлай топтың атауын көшіріп қоя салайық. Наименование деген жерге топтың атауын көшіріп қойайық. Наименование деген жерге. Сосын осыны осы жерге дейін копировать етіп алыңыздар. Қазір алдағы уақытта көресіздер не үшін екенін. Копировать етіп аламыз. Сохранитті басамыз. Назад шығамыз, көреміз. Атауы копировать етілді. Көрдіңіздер ме? Енді осы руптың ішіндегі данныйларды басқа рупқа көшіру үшін бірінші сол басқа көшірілетін руптың пустойын ашуымыз керек. Ол үшін оң жағында добавить деген кнопканы басамыз. Мамандығын таңдаймыз. Тобын таңдаймыз, учебный план деп. Пәнін таңдаймыз. Тура осындай пән. Модулін таңдаймыз. Язык обучения группы таңдаймыз, сақтаймыз. Назад шығамыз, көреміз. Көрдіңіздер ме? Тура осы пәнді мен біреуін сақтап алдым. Енді сол 22-ші топқа көшіру керек болса, онда осы топтың мына тема деген жерін көресіздер, пустой тұр. Мына оң жағында, жоғар жағында импорт деген бар. Соны басасыздар. Осыны басқаннан кейін қарап тұрсаңыздар, мына жерде бұл кісінің осы пәні ғана шығып тұр. Ал негізі осы жерде көп пәндер шығып тұрады. Толыққанды сіздер жұмыс жасаған кезде. Сол үшін пәндердің атауында шатыстырып алмас үшін бағанағы пәннің алдына біз топтың атауын қойдық, көрдіңіздер ғой, 21П деген. Сол үшін керек болды бізге ол. Енді пәнді бүйтіп таңдап алғаннан кейін төмен жағына мынаны сопоставить етеміз, сәйкестендіреміз. Технология приготовления 24 сағат дейді, оны да таңдаймыз. Мына импортировать деген жерде бәріне галочка қоясыздар да, оң жағында импорт деген кнопканы басасыздар. Импорт деген кнопканы басамыз, айналып тұр, міне күтеміз. Күткеннен кейін болды. Міне толыққанды барлық ішіндегі дүниелері көшірілді. Разделдары, тақырыптары сақтаймыз, назад шығамыз, екі группаны салыстырамыз. Бірінші 21П бағана біз дайын тұрған группамыз, осыдан көшіру керек болған. Ал екіншісі мынау 22П. Пәннің алдында пән атауы жоқ, яғни біз осы жерге көшірдік қой бағана. Міне екінші раздел барлығы көшірілді. Сіздер де осылай көшіре аласыздар.